Қазақстанда әлеуметтік төлемдерді қайта қарауды жоспарлап отыр. Премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 13 тамызда өткен үкімет брифингінде мемлекет халық табысының өсуін қандай да бір түрде ынталандырады ма деген сұраққа жауап берді. Баяндамашы халықтың кірісін ынталандыруды шексіз жалғастыра беруге болатынын айтты. Алдағы уақытта әлеуметтік төлемдер қайта қаралуы мүмкін. Соған орай зейнетақы да қысқарып кетуі мүмкін бе? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біріншіден, біз индекстеуді үнемі жүргіземіз. Яғни біз жүзеге асырып жатқан мемлекеттік қолдау шаралары үнемі инфляция деңгейінде индекстеледі. Қателеспесем, бұл келер жылдың бюджетінде көрсетіледі. Кем дегенде плюс 800 миллиард теңге бөлініп отыр. Әлеуметтік салаға денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау, қауіпсіздікке бағытталған қаражат, сондай-ақ өзге де бағдарламалар бар. Биылғы жылы 2025 жылға арналған бюджетті орындау барысында мұның бәрі де қаралған, деді Серік Жұманғарин. Ол бұл қазіргі таңдағы шаралар екенін атап өтті. Бюджетті оңтайландыру және ол бойынша кіші топты басқаратынын өзіңіз білесіз. Біз секвестр жасамаймыз десек, бұл рас, бірақ біз қолдау шараларын оңтайландырып жатырмыз. Неліктен? Өйткені бұл біздің жұмысымыздың мәні. Біз үнемдеуді бастауымыз керек. Бұл зейнеткерлерден үнемдейміз дегенді білдірмейді. Ешбір жағдайда да. Яғни зейнетақыны қысқарту туралы әңгіме жоқ. Біз әлеуметтік қолдау шараларын қарастырып жатырмыз. Алдағы жылы да мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақылар алдағы жылы да қарастырылады. Президент әкімшілігі деңгейінде, деп қосты Жұманғарин. Елімізде ең төменгі жалақы мөлшері көтерілмейтін болды. Бұның алдын ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин бұл жөнінде де айтқан болатын. Яғни бұл туралы премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлім етті. Қазір ең төменгі жалақыны көтеру әзірге жоспарда жоқ. Бүгінде ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңге. Әзірге оны арттыруды қарастырып отырған жоқпыз, деді Серік Жұманғарин үкімет үйіндегі өткен баспасөз мәслихатында. Өз кезегінде қаржы министрі Мәди Тәкиев бұған дейін есептеу жүргізілгенін айтты. Біз есептегенде барлық көрсеткішке қарасақ, орташа минималды мөлшер шамамен 90 мың теңге болуы керек болатын. Бірақ жағдайды ескере отырып, қазіргі деңгейді қалдыруды жөн көрдік, деп толықтырды ведомство басшысы. Сонымен алдағы жылдары зейнетақы мәселесі қарастырылмайтын болады. Яғни әлеуметтік төлемдер қайта қаралуы мүмкін, бірақ зейнетақыда ешқандай қысқарту болмайды. Жоғарыда атап өткендей, зейнеткерлерге ешқандай да алаңдауға негіз жоқ. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қайта зейнеткерлер қосылған зейнетақы, яғни зейнетақыны көбейтіп алатын болады. Бұдан алдын хабарланғанымыздай, жаңа жылдан бастап зейнетақы көлемі 10,5% көбейетін болады.